Түсіңде ұшып жүрудің үш жоруы бар. Оны көп адам сұрады, нақты жауап болмады, нақты жауап енді шығып жатыр. Түс жору әрдайым жаңартылуда отырады, сондықтан да әрбір ақпаратқа ие болу үшін арнаға тіркеліп қойып, жаңа видеоларды тосып отырыңыздар. Өйткені бұл жерде үшеу деп айттық, ол кейін бесеу болуы мүмкін. Әрбір түстің жоруы адамдардың сұхбатына сәйкес өзгертіліп отыратын болады. Енді бізде түс жорудың үш несі бар, яғни ұшу мәселесінде жорылуы. Оның біріншісі, адам түсінде ұшып жүретін болса, ол өмірде Құдайға қарсылық істеп жүр, депрессияда жүр деген сөз. Оны қалай білеміз? Ол адам өмірде көңілсіз, ашушаң болып кетуі мүмкін. Ал түсінің бәрі ұшып жүреді, ол неден болады? Себебі оның басында көптеген ыңғайсыздықтар болып жатыр. Біреумен, мысалы, мен қыз балаларды көп көремін, сондықтан мысалы қыздар бір жігітпен сөйлесіп жүріп ұнатқан, ол жоқ болып кетеді. Одан кейін бір мамасы ауырып қалды, өзі бір жерге кету керек болды, шетелге кету керек болды. Бірақ мамасы ауырып қалдığında барлық іс-әрекет оған қарсы келіп жатыр. Жол болмай жатыр, қазақша айтқанда. Сондай адам, сондай қыз баласы жаңағы депрессияға кетіп қалады. Осы себепті ол түсінде ұшып жүретін болады. Яғни бұл жерде Құдайға қарсылық деп алатын себебіміз, сен менің қалауларым бермей жатсың, мен де сенің өміріңді сүргім келмейді. Бұл бір суицидтік көзқарас. Бұл жору барлықтарыңызға қатысты емес, бұндай қыздар болды. Жаңа өмір сүргім келмейді, бәрінен шаршадым, жалықтым дегендер болды. Бұл ненен көріп жатсыз? Сіз шектен шықтыңыз, сіз ойлануда, сіз Құдаймен қарым-қатынасыңызда шектен шықтыңыз, сондықтан сондай түсті көріп жатыр. Әлбетте бұл бір алдын алмаса, адам өзін түс жору арқылы тыныштандырмаса, бұл сізді неге де апаруы мүмкін. Құдай әрі сақтасын, иә. Бұл жерде айтқандай өмірде белгілер жүреді деп айттық, ал енді өмірде белгілер болмаған адам үшін түс жоруда келесісі бар. Бұл осыған ұқсас, ұшып жүрудегі, бұл жерде адамдар арасындағы қарым-қатынастағы ұшу. Яғни адам мысалы ретінде бұл жерде ер баланы алайық. Мысалы шілде айы, осы жаз айында, шілде айында мен осы тоқтамай үйім сап аламын да, ала берсе кіріп алам деп ниет етті, бірақ белгілі бір себептен ауылдағы ата-анасы немесе бір досы көмек сұрап қалды, сен маған көмектес осы кезде деп. Бұл жерде адамның іс-әрекеті мен ниеті екіге айырылды. Адамның ниеті үйін салу, іс-әрекеті басқа адамға көмектесу мәжбүрлі түрде. Бұл жерде мәжбүрлі халге жорылады. Яғни ол адам ата-анасына немесе айтқандай досына барады, жәрдемін қалады, бірақ ой санасының барлығы ол үйін салып бітіруде. Тезірек мына жұмыстан, өтініштен, мәжбүрліктен босап, өзінің ниетіне, ықыласына, ынтасына бару. Яғни ықылас ынтасы үй салу, іс-әрекеті мына адамның көмектесу. Екіге бөлініп кетті. Осының себебінен адам ұшып жүреді, тезірек кету керек, мына армандарына жету керек. Бұл жерде алдыңғы түстен айырмашылығы, бұл жерде адамды не мазалайды, сол нәрсе түсінде көріледі. Құдайға қарсылықта ол әшейін бұлттар ұшып кетіп қалуы мүмкін, өйткені өмірден қашып жатыр. Ал мына жерде болса, ол адам не проблема? Мысалы, досына жәрдем етіп жатады, түсінде ұшып жүріп досын көріп қалады. Ата-анасына барған болса, түсінде жаңағы ұшып барып салайын деп жатқан үйіне барады, мына жақта қараса ата-анасы тұрады. Яғни осындай түстер болып жорылады. Келесіде бізде бұл жоритын түс, ұшып жүрудің, бұл мына екеуіне мүлде ұқсамайды, өзгеше. Бұл адамның өмірдегі көрінісі өте көңілді, өте жарқын, сондай бір болады. Бұл қандай адам? Бұл сәтті адам, сәттіліктегі адам. Ол мысалы жаңа қыз баласына айтқандай, тұрмысқа шығам деді, шыға қалды, күшті жігітке, туам деді, туа қалды, бір жерге саяхаттаймын деді, бара қалды, не қылды, не ниет етті, Құдай соны беріп жатыр. Осындай қатты бір бақытта жүрген адам түсінде ұшып жүреді. Неге ұшып жүреді? Өйткені ол тез-тез үлгеріп жатыр бәріне. Тез-тез үлгеріп жатқаннан кейін өте бақытты, содан кейін ол ұшып жүр. Сондай бір өте сәтті, керемет бақытты өмірде жүр деген мәселе болады. Бұл түстің де екі түстен айырмашылығы, ол адам түсінде көңілді ұшады. Алдында жаңа айттық, не проблема соны көреді, оның алдында бұлттарға барады, көңілсіз, жаңағы өмірден кетейін деп жатқан сияқты мәселе. Бұл жерде адам ұшып жүргенде де парашютпен ұшу мүмкін. Өмірде не ләззат әкеледі ұшу кезінде? Парашюттан секіру мүмкін, жаңа таудан құлау мүмкін, иә, арнайы бар ғой сондай жерлер. Сондай, яғни өте бақытты сәттерді сезінеді. Ол былайынан қанатпен де ұшып жүру мүмкін, өзінен өзі. Оның өзінде де жаңағы басқа түстен айырмашылығы өте бақытты болады. Яғни өмірдегі бақыты түсіне де сезіліп тұрады. Міне түс жоруда ұшу мәселесі осылайынан үшке бөлінеді. Егер сіз бір түс қызықтырса, оны жорытыңыз, және де оған амал етіңіз, жақсылыққа жорытыңыз, түстеріңізде тек жақсылыққа ұшып жүріңіздер.